сіздермен болған мен Жұлдызай Тока World арнасы. Достар, бұл бізде Жеті гүл 3-ші бөлімі. Сіздерге бұл сериал қызықты және де ұнап жатыр деген ойдамын. Ұнаса, әрине де менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписация кнопкасын басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сіздер менімен бірге болыңыздар, ал мен сериалымды бастаймын. Кеттік! Ей, сен қыз, аузыңды жап ұқтың ба? Маған сөз қайтаруға құқың жоқ, және де сен әкеңді құрметтеп, яғни оны сыйлау керек. Сен неге маған сөз қайтарып тұрсың, а? Сен кімсің, менен үлкейіп кеттің бе? Құры бар, жуал көзіме көрінбей. Әке, мен айтарымды айттым, енді өзіңіз ойланыңыз. Шет-шеттерінен келіп жатқанын қарасай, ендеше мен киімдерді жайып шығайын. Кірлерді жайып шықтым. Енді мен барлып өзімнің басқа тірліктерімді істейін. Әпке, қара, бізде чупа-чупс бар. Оны сендер қайдан алдыңдар? Ақшаны кім берді? Бізге анашым берді. Дәмді ғой. Жейсің бе? Саған әкеп берейік пе? Жоқ, рахмет. Өздерің жей беріңдер. Сендер далада ойнай беріңдер, а мен болса барып үйдегі тірліктерді істейін. Қой, мен жата бермей қыздарыма да көмектесейін. Оларға ауыр болып кететін шығар. Өзім де жинап тастайын дастарханды. Әкесі де оларды сыйласа болады ғой, қыздарым деп. Бөтен қыз емес қой. Ішім ауыр кеткен, қарасай, нанды сүріп тастай салайын. Ай, ішім ауырып жатыр. Неге ішім ауырып кетті? Или толғалық басталды ма? Бірақ киінеді ғой. Айбай, ішім. Анашым, сіз дастархан жинап қойғансыз ба? Сізге не болды? Иә, қызым, жинап қойдым. Ішім ауырып бастап жатыр. Анашым, онда сізді больницаға апару керек. Мен барып әкеме айтып қайтайын. Ай, ішім,